Сәлем балалар, бүгін математика сабағына 94-ші сабақ теңдеу тақырыбын өтеміз. Бүгін теңдеуді шешуді үйренетін боласың. Олай болса, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма. Сырым анасымен бірге қонақ күтуге дайындалып жатыр. Сөреден 7 тәрелкені алғанда, онда әлі 2 тәрелке қалды. Сөреде барлығы неше тәрелке болған? Теңдеулерді шешу жолына қара. Теңдеулерде амалдың қандай компоненті белгісіз екенін айт. Оны қалай табуға болатындығын түсіндір. Балалар, x азайтылған 7 тең 2. Яғни сөреден 7 тәрелкені алғанда деп тұр. Яғни біз азайтамыз. Сонда әлі 2 тәрелке қалды дейді. Мәні сонда 2-ге тең екен. Сөреде барлығы неше тәрелке болғандығын анықтайық. Олай болса, x тең 2 қосылған 7. X тең 9-ға тең, балалар. 9 азайтылған 7 тең 2. 2 тең 2. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бірінші теңдеуде бізде теңдеудің қандай компоненті белгісізделінген, балалар? Олай болса, есімізге түсірейік, азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. Бірінші теңдеуде азайғыш белгісі екен, екінші теңдеуге назар аударайық. 9 азайтылған x тең 2. Яғни бұл жерде азайтқыш белгісі екен. X тең 9 азайтылған 2. X-іміз, балалар, бізде 7-ге тең болады екен, балалар. 9 азайтылған 7 тең 2. 2 тең 2-ге. Келесі теңдеуге қарайық. Бұл жерде қосылғыш, қосындының мәні. Бұл жерде екінші қосылғыш белгісіз екен. 7 қосылған x тең 9-ға. X тең 9 азайтылған 7. X тең бізде 2-ге тең, балалар. 7 қосылған 2 мәні бізде 9-ға тең болады, балалар. 9 тең 9-ға. Олай болса, балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Кез келген 2 теңдеуді шеш делінген. 50 қосылған x тең 70-ге. 50 азайтылған a тең 30-ға. A қосылған 20 тең 80-ге. A азайтылған 70 тең 20-ға. Енді теңдеулерді шығарайық, балалар. Олай болса, бірінші теңдеу 50 қосылған x тең 70. Яғни, бұл жерде біз екінші қосылғышты анықтауымыз керек. X тең 70 азайтылған 50-ге. X тең бізде 20-ға тең, балалар. 50-дің 20-ға қосындысының мәні бізде 70. 70 тең 70-ге. Олай болса, келесі теңдеуді шығарайық. 50 азайтылған a тең 30-ға. Балалар, 50 азайтылған a деген есепте бізде азайтқыш белгісі екен, балалар. A тең 50-ден біз 30-дың азайтындысын есептейміз. X тең 20-ға. 50 азайтылған 20 тең 30. 30 тең 30-ға, балалар. Келесі теңдеуді шығарайық. A қосылған 20 тең 80-ге. Яғни бұл жерде бірінші қосылғыш белгісі екен, балалар. A тең 80-нен 20-ның азайтындысын есептейміз. X тең бізде, A тең бізде, балалар, 60-қа тең, балалар, 60-тың 20-ға қосындысы 80 болады. 80 тең бізде, балалар, 80. Келесі есепті шығарайық, балалар. A азайтылған 70 тең 20-ға. A тең бізде 70-тің 20-ға қосындысын есептейміз. A тең 90-ға. 90 азайтылған 70 тең 20. 20 тең 20-ға. Яғни теңдеуіміз дұрыс екен, балалар. Олай болса, үшінші есепке қарайық. Есептерді оқы. Есептерді толықтырып, оларды шығар. Асын шығарайық, балалар. Үстелде 7 кесе бар. Олардың 4-еуі жасыл түсті, қалғандары қызыл. Яғни бұл жерде теңдеу құру арқылы шығарамыз. 4 қосылған x тең 7. X тең 7-ден 4-тің азайтындысын есептейміз. X тең 3. 4-тің 3-ке қосындысының мәні бізде 7-ге тең. 7 тең 7. Олай болса, балалар, үшінші есептің әсін шығарайық. Үстелде белгісіз кесе бар. Тағы да белгісіз кесе қойылды. Үстелде барлығы неше кесе болды дейді. Балалар, санайықшы.
Жасыл және бізде қызыл кеседен тұр екен, жасыл кесе нешеу екен? Бұл жерде 6 екен, ал қызыл ше 3 екен, балалар? Осы есепті шығарайық. X азайтылған 3 тең 6. X тең 3-тің 6-ға қосындысы. X тең 9-ға тең екен, балалар? 9-дің 3-ке азайтындысының мәні 6-ға тең. 6 тең 6. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, келесі есепті шығарайық. Салыстыр делінген, балалар. Біз бұл жерде есептер салыстырамыз. 20 қосылған 30 артық па, 60 артық па, балалар? 20-ның 30-ға қосындысы бізде 50-ге тең, балалар? 50 артық па, 60 артық па? 60 артық. 50 кем екен, балалар? Келесі есеп шығарайық. 70 дейді. Және 90 азайтылған 30. 90 азайтылған 30-ның мәні бізде 60-ға тең. 70 артық па, 60 артық па? Қайсысы артық, балалар? 70 артық екен, дұрыс айтасыңдар. Келесі есепте 100 және 80 қосылған 10. 80-нің 10-ға қосындысының мәні 90-ға тең. 100 артық па, 90 артық па? 100 артық, жарайсыңдар. 100 азайтылған 60 және 50 екен, балалар? 100-ден 60-тың азайтындысының мәні бізде 40-қа тең. 40 артық па, 60 артық па? Қайсысы кем екен, анықтайықшы. 40 кем, 50 40-тан қарағанда артық екен, балалар? Келесі 30-ның 20-ға қосындысы және 60 азайтылған 20. 30-ның 20-ға қосындысының мәні бізде 50-ге тең, 60 азайтылған 20 бізде 40-қа тең. 40 кем бе, 50 кем бе? Қайсы кем? Дұрыс айтасыңдар. 40 кем екен, 50 40-тан қарағанда артық екен, балалар. 50 қосылған 10, 100 азайтылған 40. 50-дің 10-ға қосындысының мәні бізде 60-қа тең. 100-ден 40-ты азайтсақ бізде 60-қа тең. 60-ға тең екен, балалар. Олай болса, келесі 5-ші есепке қарайық. Өрнектер құрап, олардың мәнін тап дейді. Балалар, бұл жерде біз нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Шарларды көріп тұрмыз. Және амалдарды көріп тұрмыз, қосу амалы, азайту амалын көріп тұрмыз. Енді осы жердегі шарларды қосу амалымен немесе азайту амалын пайдалана отырып өрнек құрастырамыз. Бірінші өрнек 10 қосылған 40 тең болады, бізде 50-ге тең болады. 40 азайтылған 30 тең 10-ға тең болады. 100-дің 70-ге айырмасы бізде 30-ға тең болады. 90-ның 70-ге айырмасы бізде 20-ға тең болады. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, келесі есепке қарайық. Келесі есепте бізде теңдеу шығару. Бірінші теңдеуге қарайық. 7 азайтылған x тең 5-ге. X тең мәнін есептейік. 7-ден 5-тің азайтындысының мәні x тең 2-ге. 7-ден 2-нің айырмасының мәні бізде 5-ге тең. 5 тең 5. Жарайсыңдар. Келесі есепке қарайық. X азайтылған 5 тең 2-ге тең. X тең 5-тің 2-ге қосындысының мәнін есептейміз. X тең бізде 7-ге тең. Жарайсыңдар. 7-дің 2-ге айырмасының мәні бізде 2-ге тең. 2 тең 2. Келесі теңдеу бізде 5 қосылған x тең 7. Белгісіз санды анықтайық. X тең 7 азайтылған 5. X тең бізде 2-ге тең. 5-тің 2-ге қосындысының мәні бізде 7-ге тең. 7 тең 7. Жарайсыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Сабағым ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырамыз. Сау болыңдар.